8 Б классы. Жұмысты аяқтаймыз. Қоңырауға жақын қалды. Сыртқа шығыңыздар, үлкен қоңырау. Ермек. Ермек. Ойға батып кетіпсің ғой? Иә, соны айтсай. Соңғы кезде байқадым, көп қиялдайтын болыпсың. Білесің бе, ой елегіне еріксіз түсем, байқамай да қалам. Ал өзің ше, қиялдамайсың ба? Арман ба? Келесі жылы старт-сылыққа басқа адамды сайласа екен. Бізден шаршадың ба не? О, қане, не айтып жатсыңдар менсіз? Жай әңгіме етіп жатыр. Қой. Бекжан, сенің арманың қандай? Менің ба? Арманым бар ма еді өзі менде? Иә, бар. Тақтаға сабақ айтуға шыққанда көз алдыма көрінбейтін кітап болса ғой, соны судыратып оқып бес алатын. Біледі өзі, жирафша мойын созып мұғалімнің кітабын оқып тұрасың ғой, қисайып. Алдында отыратын менен, кітабыңды маған қаратып қойшы деп жалынасың да жүресің. Оқымайсың ба? Келесі 90 точно оқимын. Қалайсыңдар? Асханадан келдің бе? Я, таңғы автобус сияқты отыратын да, жүретін де жер жоқ. Кезекке қарадым да, қарным ашып тұрған жоқ сияқты деп қайтып кеттім. Жәнерке, сенің арманың бар ма? Әрине, сондайда сұрақ бола ма? Армансыз адам, қанатсыз бұлбұл. Өйде. Жәнерке. Мысалы, әдебиет сабағынан мұғалім болу. Кітап көп оқисың ғой енді. Тоқта. Тағы бір арманым бар еді. Қандай сонда? Трактор айдау. Дыр, Бекжан, солярка құй, отынға кеттік дейміз. Не ақып мен? Не айтып жатсыңдар, Қане, бізді күлейік. Темірлан. Арман деген ол жай ғой, адамда мақсат болу керек. Отбасын құру, жақсы жұмысқа тұру. Бірінші оқу бітіріп алшы. Ал сендердің армандарың қандай?